Егер сен бала көтере алмасаң және аяғың ауыр кезде жүктілігің тоқтап қалса, оның 3 себебі бар. Біріншісі, әйел адамның өзінің ауыр балалық шағы, яғни балалық кезінде насилие болса, немесе қорқыныш болса, немесе ол баланы тастап кетсе, менің көргенімді балам көрмесін деп, өзін мида қорғайды, бірақ та оны дене сезеді, жүктілік тоқтап қалуы мүмкін. Екінші себеп ол Аллаға тәуекел жасай алмау, яғни Аллаға сенбеу. Мен кейін балам болашағы қалай болады, мен барлығын бақылай алмай қалам деп, әйел адам әрдайым өзін қысымда көп ұстаса, жүктіліктің тоқтап қалуы мүмкіндігі бар. Және үшінші себеп бар, ол өзінің күйеуіне, баласының әкесіне сенбеуі. Яғни ол менің баламды қалай асырайды, дұрыс тәрбие бере ала ма, оны қамтамасыз ете ала ма деп, қандай әке болады деп, өзінің іштей күйеуіне сенімсіздігі жүктіліктің тоқтап қалуына әкеліп соғады. Егер сізге денсаулыққа байланысты сұрақтарыңыз болса, менің жеке терапияма жазылсаңыз болады, астына плюс қалдырып кетіңіз және жақын арада тегін сабағыма қатысыңыз.